Мен Отарбаева Жания Бектурганова, Арал қаласы Шағала бөбекжай бақшасының тәрбиешісі. Киіз үй тақырыбында ашық ұйымдастырған іс-әрекетін өткіздім. Міндеттері: біртұтас тәрбие бағдарламасы аясында бүлдіршіндерді киіз үй жабдықтарымен таныстыру, ұлттық құндылығымызды, ұлттық салт-дәстүрімізді жаңғырту мақсатында киіз үй құндылықтары мен киіз үй ұлттық баспананың қандай жағдайда, ауа райының қандай құбылысында пайдалануға болатындығы жөнінде бүлдіршіндерге мағлұмат беру, логикалық ойлауын, қол моторикасын және ұлттық мәдениетке деген құрметін дамыту, балаларды қазақ халқының оюларын ажыратып айта білуге тәрбиелеу, қазақ оюларының элементтерін берілген заттың бетіне дұрыс орналастыру, марбл тастары мен әртүрлі тәсілдерді қолданып бейнелерді безендіру, командада жұмыс жасауға деген қызығушылықтарын арттыру. Көңіл күйлерің қалай? Жақсы! Жақсы көңіл күймен бүгінгі күнімізге сәттілік. Балалар, бізге көп қонақтар келді, апайлар келді. Апайлармен амандасайықшы кәнекей. Жарайсыңдар балалар, сендер не бұрадыңдар? Киіз үй. Бүгінгі ашық ұйымдастырған іс-әрекетіміздің тақырыбы киіз үй екен балалар. Қазір бәріміз саптаға қарап, киіз үймен жақынырақ танысайық, балалар, Мынау қазақтың ертеден келе жатқан киіз үй баспанасы екен. Киіз үйдің бірінші керегесі болады екен, уығы болады екен, шаңырағы болады екен. Сосын есігі болады екен. Мынау керегесі, мынау уығы, шаңырағы, есігі, басқұрлары болады екен. Киіз үй тез жығылып, тез тігілетін. Киіз үй түйе мен атқа арту арқылы жеңіл көшіріледі. Бұнда қоржын, торсық, камзол, шапан тұрады екен балалар, Шапанды біздің аталарымыз киген екен, камзолды әжелеріміз киген екен. Торсыққа шұбат, су, қымыз құйып алып жүре берген екен. Қоржынға керек заттарын салып алып, көшіп қонып жүреді екен балалар, Бала, ойын ойнауға келе ме? Мұндай болса, біздің ана жақта қызықты ойын алаңы күтіп тұр екен, Сол ойын алаңына бізді апаратын оюлы жолымыз бар екен. Оюлы жолымыз шашылып қалыпты. Сендер қазақтың қандай оюларын білесіңдер? Отан ойын екен, балалар. Бұндай сәттерімен біздің ою жолымызбен ойнайық. Кәнекей осы екі оюлы жолмен аяққа ойын алаңына барайық. Кәнекей екіге бөлініп бәрі
Бізге балалар қазақтың киіз үй берген екен, иә? Киіз үйді жабдықтаймыз. Мына жерде киіз үйдің жабдықтары тұр екен. Соны бірінші жаңа несі болады дедік ана жақта? Несі болады дедік? Шаңырағы болады дедік, иә? Дұрыс айтасыңдар. Сосын тағы несі болады дедік? Оғы болады дедік. Соны мына жерден тауып, сендер киіз үйді құрастырасыңдар, кәнеке, иә? Киіз үйді құрастырып шыға қойыңдар, кәне. Қане балалар, бізге дайын қыз бен ұлдың бейнесі берілген екен, иә? Бұл ойынның аты шаш өру деп аталады, қамшы өру деп аталады, иә? Ұлдың қолындағы қамшыны өреміз, иә? Қыздың шашын өріп не тағамыз? Шашбау таға тікеміз балалар, иә? Қанекей. Тағайық, шаш өруге, қамзолға, неге шашқа шашбау тағамыз, кәне. Өре ғой, бастаймыз кәне, өре ғой, бастай ғой. Кел, үшке бөліп аламыз, үшке бөліп алып, не істейміз? Өреміз кәне, өре ғой, бастай, өре ғой. Апамен бүре аламын? Өре ғой, кел, өре ғой. Айналаңда балалар, бізге не берілген? Ою өрнектер берілген екен. Осы ою өрнекті бояумен бояу арқылы не істейміз? Ою шығарамыз, иә балалар? Ою шығарат екенбіз, кәнекей. Ашып аламыз. Сосын мына жерде қолымыз білініп қалса сүртеміз. Мынаумен оюды бастыру арқылы не істейміз? Трафарет арқылы оюды бастырамыз. Бояймыз, бастаймыз, бастай қойыңдар. Балалар, бізге қазақтың ұлттық киімдері берілген екен, иә? Осы ұлттық киімдерді марбул таспен безендіру арқылы сәндейміз, әсемдейміз балалар, иә? Түсіне қарай, кімге қандай түс келді екен, соны безендіріп шығамыз. Қанекей, бастайық, иә? Балалар, мына неде ойын алаңында бізге не берілген? Қане, торжың мен торсық, сосын бау берілген екен, иә? Біздің торсығымыз әдемі моншақ арқылы, жіп өткізу арқылы әсемдейміз торшығымды. Саған не беріпті? Қоржын беріпті. Қоржынға жіп тағу арқылы мынаны әсемдейсің. Сен торсықты әсемдейсің. бүгінгі ашық ұйымдастырған іс-әрекетіміздің тақырыбы киіз үй екен, иә? Бізге ортаға киіз үй берілген екен, киіз үйді құрастыр дейді. Киіз үйдің бөліктері берілген екен, иә? Осы бөліктерін дұрыс тауып құрастырсаңдар, киіз үй шығады. Қанекей киіз үйді дұрыстап құрастырайықшы, екі топқа бөлінеміз, екі топқа бөлініп киіз үйді құрастырайық. Тез-тез таласпа, бәрімізге таласпа қазір, әдемі шығу керек.